Алла тағала айтады, расында да жалғанды Алла тағаланың аяттарына сенбейтін адамдар шығарады. Енді дін туралы жалғанды, пайғамбар туралы жалғанды бірінші орында соған иман келтірмейтіндер шығарады. Ва улайк хумул казибун. Олар шынайы жалғаншылар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бірнеше хадистер келген осы жалған туралы. Пайғамбарымыздан бір кісі сұрайды, мұсылман адам зина жасауы бола ма? Мүмкін ба дейді. Мүмкін дейді. Иә, соған ұшырап қалу мүмкін. Ол деген сөз енді ол таптаза деген сөз емес. Иә, ол пендешілік жасады. Қателік, тәубе қылсын. Тезірек дұрыс жолға түссін. Мұсылман адам сараң болуына бола ма? Иә, сараң болуы мүмкін. Беретін жерде, садақа беретін жерде, немесе біреуге қарасайын деп мұқтаж адам көзінің жасын алып тұрса да, қимай қалуы мүмкін. Ол пенделік. Одан шығады. Өзінің ар жағында қияметтегі жақсылығын, Алланың оған берерін көрмей қалуы мүмкін. Мүмкін. Бірақ мұсылман адам жалған айтуына бола ма деген кезінде жоқ деген. Ол Алланың аяттарына сенбейтін адамның ісі деп пайғамбарымыз сөзін аяқтайды. Құдайға сенбейтін адамның ісі екен өтірік айту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да бір ауыр сөз айтады. Бір адам өмірде өзінің осы тіршілігінде өтірікті таңдап, соған қарай бұрыла берген сайын Алланың құзырында жалғаншы деп жазылады екен. Өте ауыр, және де осы дүниеде бір адам шындықты таңдап, шындыққа қарай бұрыла берген сайын Алланың құзырына шыншыл деп жазылады екен. Сіз қай жолды таңдар едіңіз? Бабаларымыз әуел бастан, мен айтам, ол бірде-бір әке өзінің баласына, Құдай біледі да, енді бір мүмкін өзінің нәпсісі, ақылы, ойесі әбден бұзылып кеткен адам болмаса, өзін әке деп жауапкершілік алған, өзіне ана деп жауапкершілік алған адам өзінің сәбиін тәрбиелеген кезде, барлығыңыз да оған куә боласыздар, ешқашан өтірік айтпа дейді. Басыңды кесіп алатын болса да шындықты таңда деп таңдатады. Осылай біздің бабаларымыз үйреткен. Осылай бізді тура жолға, әкеден балаға, баладан балаға осылай қалып отырған. Бұл бүкіл әлем халқы осыны таңдайды. Тек қана өзінің нәпсісін әбден бұзып, өмірін қиратқан адам ғана өзіне де, өзгеге де осындай жаман өмірді, жалған өмірді сыйлайды, жалғанды таңдауды үйретеді.